Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Келесі сабақты жібере алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Балалар, бүгін біз жұрнақ пен жалғау тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Бұл тақырыпты қазірден бастап мықтап тұрып меңгеріп алсаңыздар, ертең сендерге сөздік құрамына талдау қиындыққа соқпайды. Бүгін біз 79-шы сабақ 62-ші жаттығудан бастап орындаймыз. 62-ші жаттығу: өлеңді түсініп оқы. Біздер шымыр жүйрікте допты торға тоғыттық. Еп қана емес, бірлік те керек екен, соны ұқтық. Қарамен жазылған сөздердегі қосымшаның жұрнақ немесе жалғау екенін айт. Бізде қарамен жазылған сөздер: біздер, допты, торға деген 3 сөз берілген. Біздер сөзінің түбірі біз, дер бізде жалғау болып табылады. Допты деген сөздің түбірі доп, ты бізде жалғау болып табылады. Торға деген сөзде түбірі тор, ға бізде жалғау болып табылады. Үш сөзде де жалғау болып табылады. Неге? Себебі сөздің түбір сөздің мағынасын өзгертіп тұрған жоқ. 63-ші жаттығу: берілген сөздерден 3 сөйлем құрап жаз. Бізде 3 сөйлем берілген, олардың ішіндегі сөздердің орны ауысқан. Бірінші бізде сөйлемдегі сөздер: спорттық жарыстарда болады төреші деген сөздер берілген. Спорттық жарыстарда төреші болады деген сөйлем шығады. Екінші, тәртіпті ол қадағалайды деген сөздер берілген. Ол тәртіпті қадағалайды. Үшінші, әділ болуы төреші тиіс деген сөздер берілген. Төреші әділ болуы тиіс деген сөйлем шығады. 64-ші жаттығу: өлеңді оқып, ондағы қимылдарды жасап көрсет. Антонимдерді тап. Денені тік ұстағын, екі аяқты жұптағын, оң қолыңды оң тұсқа, сол қолыңды сол тұсқа, созғымдағы тұрмында, бірде төмен жоғары, келтір тағы қимылға. Өлеңнің авторы Мұзафар Әлімбаев. Мұндағы антонимдер: оң сол, төмен жоғары. 65-ші жаттығу: сөздерге тиісті жұрнақтар мен жалғауларды жалғап оқы. Бізде шеңбердің ішінде сөздер және жалғау мен жұрнақтар берілген. Түбір сөздің қасында жұрнақ және жалғаудың сызбасы берілген. Яғни кітап деген сөзге біз жалғау жалғаймыз, кітаптар болады. Ас деген сөзге жұрнақ жалғаймыз, аспаз болады. Спорт деген сөзге жалғау жалғаймыз, спорттың. Өнер деген сөзге жұрнақ жалғаймыз, өнерлі. Футбол деген сөзге жұрнақ жалғаймыз, футболшы болады. Енді өзің қалаған бір сөзбен сөйлем құрап жаз дейді. Мен 2 сөйлем құрадым. Бірінші сөйлем: біздің кітапханада кез келген тақырыпта мағыналы кітаптар бар. Екінші сөйлем: қай заманда болсын аспаз мамандығын оқыса болады. Шығармашылық үзіліс. 66-шы жаттығу: спорт жарысы туралы жазылған хабарламада қай сөз көп қайталанады? Оны керекті сөздермен алмастырып қайта оқып көр. Мен бірден дұрыс жауабын оқиын. Оқушылар арасында спорт түрлерінен жарыс ұйымдастырылды. Біздің сыныптан Арнұр, Салтанаттар қатысты. Олар секіру жүгіруден бірінші болды. Жарыс көңілді өтті. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.